Баршаңызға күн сәтті өтсін. Бүгін сіздерге өте керемет, пайдалы бір рецептпен бөлісемін. Бір дана жұмыртқамен осылай мол шығатын печенье жасаймыз. Бізде үгілмелі әрі дәмді болып шығады. Балаларыңыз сүйсініп жейтін болады. Дүкен сөрелеріндегі печеньелерден 10 есе артық. Мінекей осындай дәмді печеньені жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ал ендеше бастаймыз. Бізге осылай сары майымыз қажет болады. Сары майымызды ерітіп аламыз. Ыдысымызға құйып аламыз. Және де қантымызды қосамыз. Осылай бір пиала қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше осылай араластырамыз. Және де бір дана жұмыртқамызды қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де бір шай қасықпен қамыр қопсытқышын саламыз. Араластырып жібереміз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, кішкене қолдап кетсеңіздер. Осылай кішкене стақанымызбен сүтімізді қосамыз. Және де массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Ал енді қалғанын қолымызбен илейміз. Кішкене ұнымызды салып алып, қамырымызды илеп шығамыз. Осылай біркелкі болғанша илеп аламыз. Ал енді қолымызбен кішкене бөлігін алып, осылай құрт жасағандағыдай домалақ етіп шығамыз. Және де алақанымызбен бір басып жіберіп, осылай пішіндерін келтіреміз. Қалауларыңыз бойынша түрлі пішіндерге пісіре берсеңіздер болады. Маған ең жеңілі осындай болды. Түрлі пішіндерге салып пісіре берсеңіздер өте керемет шығады. Осы кезде пешімізді 180 немесе 200 градусқа қыздырып қоямыз. Және де печеньелерімізді осылай пергамент қағазына қойып аламыз. Өте жеңіл рецепттердің бірі, тез дайын болады. Ал енді пешімізге жібереміз. Қалауларыңыз бойынша осылай формаларын келтірсеңіздер болады. Неге бізде алғашқылары пісіп шықты. Бізде дәл осы құраммен 33 дана печеньеміз шығады. Өте мол әрі дәмді болады. Ал енді қант ұнтағымен толықтырып жібереміз. Шайымызды қойып алып, рахаттанып, осы печеньемізбен шай ішеміз. Балаларыңызға берсеңіздер, тіптен керемет жасап беріңіздер. Ас болсын.